Бізде қазір математика сабағымызды бастамас бұрын алдымен мына күлегешпен бірге қимылдарды қайталап көрейік. Бастап көрейік. Қандай? Модельдеу есепті. Өзіңе шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару, соларды қайталау болады. Осы соңғы бөлім қазір сендердің міне алдарында смарт сағат берілген. Смарт сағат арқылы өздерің қолдарына тағып, әр тапсырманы орындаған сайын бағалап аласыңдар. Біз өткен сабақтарда жиындар туралы оқыған болатынбыз. Жиындардың қиылысуы және бірігуі. Соған байланысты мына платформадан тапсырма орындап көрейік. Қазір бір-бірден шыққан сұрақтарға келіп жауап бересіңдер. Бастайық. Қане, Нұрасыл? Жиын қандай жақшамен жазылады? Жиындар қандай жақша қоямыз? Жақшамен қоямыз. Сондай жақша қоямыз ба? Басып көр. Қандай екен? Мынандай. Ол қандай жақша? Жоқ, ең дұрыс жауап мынандай ере жақша екен. Отыра қой, қалыппыз ғой. Ал, сендер естеріне сақтап отырыңдар. Келесі. Келесі сұрақ. А жиынында 1, 2, 3, В жиынында 3, 4, 5 деген сандар бар. А мен В жиындарының қиылысуы неге тең? Екеуі қандай сандарда қиылысады? Екі жиында, А жиында 1, 2, 3 бар, В жиында 3, 4, 5 бар. Сонда қай сан арқылы қиылысады? 3. Қане бас көрейік. Дұрыс екен, не? Екеуінде де 3 сан бар. Дұрыс айтасың, жақсы отыра ғой. Келесіге дайындалып тұрамыз. Кел. Ернұр. Келе бер. А жиында 2, 4 деген сан бар, В жиында 4, 6 деген сан бар. А мен В-ның бірігуі неге тең? Ойланбастан жауап беріп тұрсың. А, бірігуі ме? 2, 4, 6 деген сан ғой, екеуі бірігіп кеткен кезде. 4 екеуінде де бар, 2 мен 6 бәрі қосылады ғой, бірігуі. 2 жиын бірігіп кетеді, қосылады. Ал отыра ғой. Келесі. Күрістен есепте. 21 килограмм екен. Есепті біліп шығардыңдар ма? Өз-өздеріңді қателерін тексеріп, өз-өздерін бағалап гексагон деген әдіспен біз қосу азайтуға берілген өнімді бар қияласында 25 қосу 80. Яқтан? Дұрыс болды, жарайсың, сендер де болдыңдар, орындайтын тапсырмамыз шамалар арасындағы тәуелділік. Біз өткен жолы бір нанның бағасы 5 теңге, 3 нанның бағасы қанша теңге? Бір нанның бағасы 5 теңге, 3 нанның бағасы 15 теңге екен. Дұрыс екен, тамаша. Келесіге Лина келе бер. Bir almanın бағасы 2 теңге. Bir алmanın бағасы қанша теңге? 4 теңге дейді, дұрыс. Келесі
бағасы 6 теңге екен. Ендеше 5-еуінің бағасы қанша теңге болады? Әрқайсысы мынау 6 теңгеден тұрады. Мынау 6 теңге, мынау 6 теңге, мынау 6 теңге тұрады. Сонда 5-еуі қанша теңге тұрады? Я, не істейміз? 5-ті 6-ға көбейтеміз. Санын бір заттың бағасына көбейтеміз. Сонда жалпы құны шығады. 5-ті 6-ға көбейтсе қанша болады? 30 теңге екен. Келесі, елмі келеді. Тұмар деп аталынады. Ол біздің тұмарды білесіңдер ме, балалар? Қандай түрде болады тұмар? Ол не үшін қолданады? Біздің қазақ халқымыз бұрыннан бері бұны әшекей бұйым ретінде де, ер балаларға да, қыз балаларға да, аталары, әжелері өздерін қорғап жүрсін деп мойындарына тұмар жасап берген екен. Тұмар жасап мойындар балы сандар құрау, мүмкіндіктер тармағы. Біз құраған болатығымыз еді, әртүрлі сандарда 3 таңбалы сан құрайсыздар. Сонда біздің тұмарымыз толық әшекейленіп, жасалып шығу керек. Біздің бұл ұлттық құндылықтарымыздың бірі. Қане бәрі. Мен Нүкешева Әсел Өмірзаққызы 3-ші сыныпта математика пәнінен қорытындылау тақырыбында өткен сабағыма свод талдау жасайын. Алдымен сабағымның күшті жақтары. Нақты оқу мақсаттары қойылды, тиімді әдіс тәсілдер қолданылды, яғни гексагон әдісі, тұмар жасау әдістері және WordWall платформасына тапсырмалар орындау сияқты қызықты әдістер қолданылды. Құндылықтармен байланыс болды, яғни тәуелсіздік және отаншылдық айымен туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деген дәйек сөзімен байланыстырылды. Жаңашыл бағалау болды, смарт сағат әдісі арқылы қалыптастырушы бағалау және бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс жүргізілді. Әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар орындалды. Тиімді тәсілмен есептеу, есептерді шығару, шамалармен есептеу, шығармашылық жұмыс, қосымша жұмыс, оқушылармен жеке жұмыс, жұптық жұмыс, топтық жұмыс түрлері болды. Енді сабақтың қандай әлсіз жақтары? Уақыттың тапшылығы болуы мүмкін деген күдік болды. Сабақ барысында әдіс тәсілдер мен тапсырмалардың көптігіне байланысты жалпы оқулықта тапсырмалар көп беріледі, барлығын орындап шығуға уақыт жете ме жетпей қала ма деген осындай әлсіз тұсы болды. Мүмкіндіктер. Бұл сабақтың мүмкіндіктері қандай? Платформаларды тереңінен қолдану, яғни WordWall платформасындағы тапсырмаларды интерактивті түрде қолдану арқылы оқушылардың логикалық ойлауын жедел дамытуға болады. Пәнаралық байланыс болды. Бұнда тұмар жасау арқылы еңбекке баулу сабақтарын кіріктіруге болады. Оқушылардың креативтілігін дамытуға мүмкіндік бар. Кері байланысты тереңдетуге мүмкіндік бар. Бағдаршам әдісін қолданған кезде жасыл, сары, қызыл түстерді таңдаған оқушылардың түсіндірмелерін тыңдау арқылы олардың оқу жетістігін нақты өлшеуге болады. Бұл сабақта қандай қауіп-қатерлер бар? Мысалы, қорытындылау сабағы болғандықтан тапсырмалардың жылдам ауысуы, баяу, оқушылардың материалды толық меңгермей қалу қаупін тудырады. Екіншіден, бұл техникалық мәселелер. Classroom Screen және WordWall сияқты платформаларды қолдану кезінде интернеттің немесе техниканың дұрыс жұмыс істемеуі сабақтың жоспарланған уақытынан ауытқуына әкелуі мүмкін. Бірақ та менің сабағым өзімнің қойылған мақсатыма жетті. Сабақ жоспарына сай барлық әдіс тәсілдер қамтылды. Оқушылар сабақ соңында өте жақсы деген бағамен бағаланды.